Ассаламу алейкум, еліміздің бастарынастың тікелей эфирінде түскі жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Алматыға іс-сапар барысында бірқатар әлеуметтік нысандарды аралап, қаланың жалпы экономикалық ахуалмен танысты. Президент Гранд Парк Алматы сауда орталығының жаңа ғимаратында болып, ұсынылған отандық өнімдерді көріп шықты. Еліміздегі 500-ден аса компаниямен жұмыс істейтін Carrefour гипермаркетінде саудаға шығарылған өнімдердің 50% қазақстандық. 8000 шаршы метр алаңда 30 000 аталымдағы тауарлар қойылған. Ал инвестицияның жалпы көлемі 5 миллиард теңге. Сапар барысында мемлекет басшысы қазақстандық тауардың сапасына жоғары баға беріп, өзі де отандық өнімді сатып алды. Мәжіліс депутаттары сайлауына түсетін партиялардың бюллетенде қандай ретпен жазылатыны белгілі болды. Дауыс беру қағазындағы тізімді Нұр Отан партиясы бастайды. Бүгін орталық сайлау комиссиясында жеребе тастау рәсімі өтті. Зайнұр Байжігіт баяндайды. Сайлау бюллетеніне партиялардың атауларын енгізу жеребе тарту арқылы анықталды. Оған тізімдерін ұсынған барлық саяси ұйымдардың өкілдері қатысты. Орталық сайлау комиссиясының хатшысы пішіні мен түсі бойынша бірдей конверттерге партиялардың санына тең реттік нөмірлер жазылған парақтарды салды. Конверттер желімделіп араластырылды. Сөйтіп барлық қатысушылар көре алатындай етіп үстелге жайылды. Осыдан кейін әрбір партияның өкілі конвертті алып параққа жазылған нөмірді жалпыға жария етті. Жеребе тартудың нәтижесіне сай партиялардың атаулары сайлау бюллетеніне мынадай тәртіпте енгізілетін болды. Бірінші Нұр Отан, екінші Коммунистік халық партиясы, үшінші Қазақстанның Ақ жол демократиялық партиясы, төртінші Бірлік саяси партиясы, бесінші ЖСДП, соңғысы Ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясы. Айта кету керек, саяси додаға жолдама алған бұл партиялар мәжіліс мандатына ие болу үшін кем дегенде 7% дауыс жинауы тиіс. Зайнұр Байжігіт, Бекболат Базаров, хабар. Қостанай облысы көлік құрастыру кластерін кеңейтпек. Жаңа кешен қытайлық қос компания Jack Motors пен CMC-дің қаржыландыруымен салынады. Бұл туралы облыс әкімі Архимед Мұхамедов бүгін орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте айтты. Жоба құны $40 миллион. Монтаж және құрылыс жұмыстары осы жылдың жазында басталады деп жоспарланған. Аймақта қазірдің өзінде бұл саланың аяғы алысы жаман емес. 7 бренд бойынша темір тұлпардың 40-қа жуық модель шығарылады. Казахстанско-китайский проект это. Қытайлық компания бізге тиімді ұсыныс жасады, сондықтан көлік кластерін бірлесе дамытуға келістік. Облыстың бұл салада тәжірибесі бар. Осы жылы 8000 автомобиль сату көзделуде. Бағасына келсек, орташа құны 3,5-4 миллион теңге төңірегінде. Осы Қостанай облысының әлеуметтік экономикалық даму бағыты мен дағдарысқа қарсы іс жоспарлар туралы толығырақ қорытынды жаңалықтарда көріп біле аласыздар. Батыстың санкцияларынан тағы бір ел босады. Бұл жолы Еуропалық одақ тарапынан салынған шектеулер Беларусьтан жартылай алынып тасталды. 13 жылға созылған санкциялар бүгіннен бастап күшін жойды. Енді ел президенті Александр Лукашенко бастаған 170 беларустық саясаткердің активтері ашылады. Сондай-ақ визалық шектеулер де жойылып, қара тізімнен елдің 3 компаниясы шығарылады. Алайда Беларусьқа қару-жарақ пен арнайы техника жеткізуге салынған эмбарго күшін жойған жоқ. Айта кетейік, ресми Минск Украина шиеленісін шешуге белсенді араласып жүрген елдің бірі. Еуроодақтың жоғарыдағы шешіміне осы жағдай себеп болған. Босния және Герцеговина Еуроодақ құрамына кіру жөнінде өтініш білдірді. Бұл туралы одақтың сыртқы істер және қауіпсіздік саясаты жөніндегі өкілі Федерика Могерини хабарлады. Дегенмен сарапшылардың көбісі ресми Сараеваның бұл шешімі асығыс қабылданған деп отыр. Айтуларынша, мемлекет бұған саяси тұрғыда да экономикалық әлеуеті бойынша да дайын емес. Ал Федерика Могерини қалай болғанда да өтініштің тиісті тәртіп негізінде міндетті түрде қаралатындығын жариялады. Еуроодақтың ішкі жағдайы тұрақсыз кезде біздің жақын көршілеріміз ұйымға қосылуға ниетті. Бұл өте маңызды және қуантарлық жайт. Алайда бұл одаққа кіру үшін жасалған тек алғашқы қадам. Алда әлі ұзақ жол күтіп тұр. Қазақстан әскери қуаттылығы бойынша әлем армиялары арасында 66 орында. Global Firepower порталы әзірлеген рейтингте тмд мемлекеттері ішінде Ресей, Украина, Беларусь, Өзбекстан және Әзербайжан қарулы күштері Қазақстан әскерінен алда тұр. Ал Армения, Қырғызстан, Тәжікстан мен Түркменстан керісінше бізден кейін. Жаһандық ұйымның бұл зерттеуінде 26 елдің әскери әлеуеті ескеріліп,
ұрыс техникасы мен қару-жарақ және әскерилердің дайындығы, олардың әлеуметтік жағдай секілді 50 көрсеткіш негізге алынған. Оған сәйкес ең қуатты армия ақш-та, екінші орында Ресей әскері, үшінші көрсеткіш Қытайдың қарулы күштеріне тиесілі. Ал елімізде әскери бөлімдердің әзірлігін кенеттен тексеру шаралар жүріп жатыр. Бүгін оңтүстік өңірлік қолбасшылығының жауынгерлік дайындығы сыналуда. Жамбыл, оңтүстік Қазақстан және Қызылорда облыстарының аумағында орналасқан бөлімдер мен қорғаныс істері жөніндегі департамент дабыл бойынша көтерілді. Әскерлер құрамдас тәсілмен марш жасап, оқу-жаттығу тапсырмаларын пысықтап жатыр. Тараз қаласынан Отар әскери базасына 160 бірлік техника жіберілді. Онда оқ атудан дайындық өтеді. Жалпы бұл тексерулер қарулы күштердің бүгінгі әлеуетін анықтау үшін жүргізілуде. Атырауда 4 тонна балықты заңсыз саудаламақ болған браконьерлер ұсталды. Олар теңіз байлығын жол толғамайтын 3 көлікке тиеп алып бара жатқан жерінде қолға түсті. Оңай олжаға құныққандар балықты қара базарларға шығарып пайда табуды көздеген. Табиғат қорғаушылардың айтуынша, браконьерлердің заңға қайшы әрекеттеріне үнемі тосқауыл қойылып келеді, алайда олардың қатары азаяр емес. Облыс ішкі істер органдарының қызметкерлерімен қылмыстық, яғни осындай браконьерлік топтарды анықтау шаралары ұдайы жүргізіліп келеді. Тек жыл басынан департаменттің балық қорына қылмыстық қолсұғушылыққа қарсы күрес бөлімінің қызметкерлерімен заңсыз айналымнан 12 тоннадан астам балық табылып тәркіленді. Бұл бағыттағы жұмыстар облысымыздың барлық құқық қорғау органдарының ұдайы назарында. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай Жетісу аймағында әлеуметтік автопойыздар жолға шықты. Құрамында мәдениет, медицина салаларының және халыққа қызмет көрсету орталығының мамандары бар. Алғашқы топ Сарқан ауданының Алмалы ауылында болды. Олар жергілікті тұрғындарда елбасы жолдауын іске асыру барысымен таныстырып, мемлекеттік бағдарламалардың тиімділігін түсіндірді. Көп рахмет. Бүгінгі шарадан халық көптеген өздеріне керек және мазалап жүрген сұрақтарға жауап алды деп ойлаймын. Міне бүгінгі шарамызды орталық Сарқан қаласынан шығып Алмалы ауылдық округіне келіп отырмыз. Енді алдағы уақытта басқа ауылдық округтерді аралау жоспарда тұр. Биыл жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың туғанына 170 жыл. Айтулы датаға орай Мәскеудегі қазақ жастарының одағы әдеби сазды кеш ұйымдастырды. Мәдени шараның өтуіне Қазақстанның Ресейдегі елшілігі қолдау көрсеткен. Басқосуға әдеби қауымдастықтар мен қазақ диаспорасының өкілдері және студенттер жиналды. Мәскеу ұлттар үйінде ақынның шығармалары орындалды. Ұлы отан соғыс жылдарында жауынгерлерге рух берген жалында жырлар оқылды. Жамбыл Жабаев өзі көп жазған Ленинградтағы және Сталинградтағы адамдарға рух беріп, жігер сыйлады. Волгоградтықтар сол кезеңмен мақтанады. Жауынгерлерді рухтандырған шығармашылығын құрметпен еске алады. Ал Астанада Шыңғыс Айтматовтың «Құс жолы» повесі негізінде жазылған «Ана жүрегі» атты моноспектакльдің тұсаукесері өтті. Аманбысың, толғанай. Қойылымда қиын-қыстау кездегі ананың туған еліне, жары мен балаларына деген шексіз махаббаты, батылдығы және шыдамдылығы баяндалады. Басты рөлді Қалибек Қуанышбаев атындағы театр актрисасы Бақыт Жұмағұлова бастан аяқ өзі сомдап шықты. Спектакль режиссерінің айтуынша, бұл туындыны бұған дейін белгілі өнер тарландары Сәбира Майқанова мен Фарида Шәріпова ойнаған. Өздеріңіз білетін боларсыздар, кезінде 60 жылдардың аяғында қойылып, бұл Мұхтар Әуезов атындағы драма театрының сахнасында қара жылдай жүрген спектакль. Және сол қара жылда тек қана бұл аншлагпен жүрген спектакль болатын. Бақыт Жұмағұлова жалғыз өзі ойнап шығуға бел буған екен, біраз дайындықтан өтті. Әзірге айтарымыз осы, кешкі жаңалықтарымыз 16:00-де.